Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Европа жалпы Украинаға соғыс басталғалы бері қанша миллиард евро көмек көрсетті? Ол 50 миллиард екен. 50 миллиард көмек көрсетті. Оның 630-ы гуманитарлық, 630 миллионы гуманитарлық көмек. 12 миллиарды ол военный, танк, қару-жарақ, экипировка деген сияқты. Тағы 8 миллиард ол басқа да көмек, неше түрлі гарант, кредит ретінде. Ал 30 миллиарды ол уже қала бұзылды ғой енді. Қала бұзылды, соны қалпына келтіру үшін, пенсия төлеу үшін 30 миллиард евро. Мектепке, басқа да керек жерлерге, үкіметке көмек көрсетті. 35 миллион осындай поставка жасады Европа, Украина, білесіздер ғой. Ресей елі бұларға энергия тарататын елерге бомба жіберіп, ракета жіберіп, соны бұзып отырды. 6000-ға жуық генераторлар берді. Және европалықтар осыны қалпына келтіру үшін көмек көрсетіп жатыр. Бұйырса, энергияны, күн энергиясынан, күннен энергия алатын, осындай да энергия алатында бұйырса Европа салғысы келіп отыр. Біліп жүремге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз.